Аружан жатақхана емес, жалдамалы пәтерде тұратын. Университеттің соңғы курсында оқып жүрген кезде мұғалімдік практикаға шыққандықтан Астанадағы шағын аудандағы ескі 9 қабатты үйдің 4-ші қабатын жалға алып еді. Пәтер кішкентай, бір бөлмелі, бірақ оған жететін. Ас үйі мен жатын бөлмесі бір жерде, тек диван мен кітап сөресімен бөлінген. Терезеден қарасаң, қарапайым аула, балалар алаңы, ескі көліктер, кешке қарай иттер үріп, көршілердің дауысы араласатын қарапайым өмір. Ол әдетте сағат 7-8-ге таман үйге кіріп, есікті жауып алған соң бірден пальтосын шешіп, ілгіш келетін. Бүгінде солай болды. Пальтосының қалтасынан университеттегі тәжірибе күнделігі шықты, бүгінгі сабақ жоспары, оқушылардың жауаптары, өзінің ойлары жазылған. Аружан 22 жаста, бойы орташа, ұзын қара шашты, көзі қоңыр, бетіне жеңіл күлкі үйірілетін қыз. Бірақ соңғы айларда шаршағаны байқалады, көз асты сәл қарайған, дауысы кейде баяу шығады. Практика оңай емес еді. 9-шы сыныпқа қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді. Балалар кейде тыңдамайды, кейде әдейі сұрақ қойып ұялтады. Бірақ Аружан сабырлы, әр сабақтан кейін 1-2 оқушы қалып, апай, мынаны түсінбедім деп келеді. Ол әрқашан түсіндіреді, тіпті кейде сабақтан кейін қосымша түсіндіріп отырады. Балалар оны жақсы көреді, өйткені қатал емес, бірақ талап қояды. Үйге келген соң ол әдетте шай қайнатады. Тоңазытқышта әдетте йогурт, 1-2 жұмыртқа, кешегі нан және ауылдан әкелген құрт болады. Бүгінде солай шай қайнап жатқанда терезені ашты. Кешкі самал бетіне тигенде бір сәт жеңілдеп қалды. Аулада фонарлар жанып, балалардың күлкісі естіледі. Ал көрші подъездің 1-ші қабатындағы терезеден жарық шығып тұр, Сұлтан атаның пәтері. Сұлтан ата, Аружан осы үйге көшіп келгелі 4 айға жуық көрші тұратын қария. Жасы 68-де. Қазақтың қарапайым атасы, бойы орташа, арықтау, арқасы сәл бүкірейген. Әрқашан ақ көйлек киеді, үстіне қара шалбар, басында немесе бөрік, немесе қыста құлақшын. Көзі нашар көреді, көзілдіріктің жақтауы ескі, бір жағы скотчпен жапсырылған. Дауысы қатты емес, бірақ анық, сөздері қарапайым. Аружан алғаш келгенде ата оны бірден байқап, қызым, қайдан келдің? Деп сұраған. Содан бері қызым деп атайды. Кейде Аружан жан деп те шақырады. Алғашқы апталарда ата оған бір шелек алма келіп, мынаны же, базарда арзан болды деген. Кейіннен бір күні, қызым, мына қағазды оқып берші, көзім ауырып тұр деп коммуналдық төлем қағазын ұсынған. Аружан оқып берген, қанша төлеу керектігін түсіндіріп берген. Содан бері ата оны жиі шақыратын болды. Шам ауыстыруға, теледидардың түймесін табуға, кейде жай ғана шай ішіп әңгімелесуге. Аружан атаны жақсы көретін. Оның сөзінде бір түрлі шынайылық бар еді. Жасандылық жоқ. Кейде ата ескі күндерді есіне алып, біздің ауылда бәрі бір-біріне көмектесетін еді. Қазір бәрі телефонға қарап отыр деп қояды. Аружан үндемей тыңдайтын. Өйткені өзі де сол жалғыздықтың ішінде жүрген жастардың бірі еді. Ауылдағы ата-анасы алыста, достары көп емес, махаббат дегенді әлі кездестірмеген. Сол кеште Аружан шайын құйып алып, диванға отырды. Телефонды қолына алды, Инстаграмда достарының сторисін қарап отыр. Біреуі демалыста теңізде, екіншісі жаңа жігітімен суретке түскен. Аружан бір сәт іштей күрсінді де, телефонды қойып қойды. Терезеге қарады, Сұлтан атаның терезесі әлі жарық. Перде әрең қозғалып, ішкі шамның сәулесі сыртқа шығып тұр. Ата қазір не істеп отыр екен? Деп ойлады ол. Мүмкін радио тыңдап отыр ма, әлде ескі суреттерді қарап отыр ма? Сағат 8:30-ға таяғанда есік қағылды. Баяу, бірақ анық, тоқ.
Аружан сағатқа қарады. Кешкі 8:45. Кім болды екен? Деп ойлап есікке беттеді. Көздеу тесігіне қараса Сұлтан ата. Бірақ әдеттегідей қолында ештеңе жоқ. Бөрігі сәл ығысып кеткен, көзілдірігі мұрнының ұшына түсіп тұр. Аружан есікті ашты. Сұлтан ата, кіріңіз, не болды? Ата бір сәт есік алдында тұрып қалды. Көзін жерге түсіріп, терең дем алды. Сосын баяу, бірақ қатты дауыспен айтты: қызым, сөйлесетін бір ауыз сөз бар. Ішке кірмей-ақ айтайын. Аружан таңғалып есікті кеңірек ашты. Не болды, ата? Жүріңіз, кіріңіз. Жоқ, деді ата басын шайқап. Тыңдашы. Ол тағы бір дем алды. Содан кейін көзін Аружанға тік қадап, сөзін бастады: менде үй бар. Басқа ешкімім жоқ. Балаларым шетелде, хабар алмайды. Мен өлсем, үй мемлекетке кетеді. Сен жалғызсың, мен де жалғызбын. Егер сен мені еркек ретінде риза қылсаң, мына үйді атыңа жазып беремін. Сөз аяқталғанда пәтердің ішінде тыныштық орнады. Тек терезеден енген самал ғана пердені сәл қозғап қойды. Аружан бір сәт тілі байланып қалды. Беті ысып, құлағы шыңылдап кетті. Миына не түсіп, не шыққанын өзі де білмеді. Тек жүрегінің тез соғып бара жатқанын сезді. Сұлтан ата кеткен соң Аружан есікті баяу жапты. Қолы әлі дірілдеп тұрғанын сезді, тұтқаны ұстаған саусақтары суық, жүрегі керісінше оттай ысып, құлағына қан толып соғып жатты. Ол бір сәт есікке сүйеніп тұрып қалды, көзімен подъездің қараңғы дәлізін қарады. Фонардың әлсіз сары жарығы жерде ұзын көлеңке түсірген. Атаның қадамдары бірте-бірте әлсіреп, лифт есігінің жабылғаны естілгенше ғана тыныштық орнады. Аружан бөлмеге қайтып, диванға отыра кетті. Үстелде шай кесесі әлі тұр, буы көтеріліп, бірақ суынып қалған. Телефон экранда Инстаграмның ашық беті жатыр, бірақ қазір ештеңе қызықтырмады. Ол телефонды қолына алды да бірден қойып қойды. Миында атаның сөздері қайта-қайта қайталанып тұр: егер сен мені еркек ретінде риза қылсаң, мына үйді атыңа жазып беремін. Бұл сөздерді ойлаған сайын Аружанның ішінде екі сезім қатарласып жүрді. Бір жағынан қатты ыңғайсыздық, екінші жағынан терең аяушылық. Ыңғайсыздық, өйткені мұндай ұсынысты өмірінде ешқашан елестеткен емес. Аяушылық, өйткені атаның даусындағы сәл дірілді, көзіндегі қорқыныш пен үміттің араласқанын анық байқаған. Ол тұрып терезеге жақындады. Терезені толық ашып, кешкі суық ауаны бетіне алды. Аула қараңғы, тек бір-екі балконнан темекі түтіні шығып, көршілердің теледидар дауысы аралас естіледі. Сұлтан атаның терезесі әлі жарық. Перде арқылы шамның сары сәулесі сыртқа шығып тұр. Ата қазір не істеп отыр екен? Деп ойлады Аружан. Мүмкін радио қосып қойып, ескі ән тыңдап отыр ма? Әлде терезе алдындағы ескі орындыққа отырып, сыртқа қарап тұр ма? Немесе жай ғана ұйықтай алмай жатыр ма? Ол диванға қайта жатты. Сағат 10-ға таяп қалған. Әдетте осы уақытта ол практика күнделігін толтырып, ертеңгі сабаққа дайындалады. Бірақ бүгін қол қимылдамады. Оның орнына атаның сөздері қайта оралды. Неге осылай айтты? Шынымен үйді беремін деп пе? Әлде жалғыздықтан қорқып па? Маған сенеді ме? Немесе мен оған ұнап қалдым ба деп ойлады ма? Осы соңғы ойдан кейін Аружанның беті қайтадан ыстық болып кетті. Ол өзін кінәлі сезінді, атаның сөзін естігенде бірінші реакциясы қашу болғандай. Бірақ сонымен бірге атаның жалғыздығын тағы бір рет растап тастағандай сезімде болды. Ол телефонды қайта қолына алды.
Анасына қоңырау шалғым келді. Бірақ не айтарын білмеді. Мама, көрші атам маған үй беремін деп бір нәрсе сұрап тұр десе, анасы не ойлайды? Қорқады ма, ашуланады ма, әлде күледі ме? Достарына жазғым келді, бірақ олардың сен де байып кеттің ғой деген әзілін көтере алмайтынын білді. Соңында ешкімге ештеңе жазбады. Бұл сөз тек өзі мен ата арасында қалуы керек сияқты еді. Сағат 11-ден асты. Аружан шамды өшірмеді, бірақ ұйқы келмеді. Ол жатқан күйі төбеге қарап жатты. Санасына түрлі ойлар келіп кетіп жатты. Ата неге маған келді? Мен оған қарапайым көрші қыз ғой. Балалары бар, немерелері бар. Бірақ олар хабар алмайды ма? Шынымен соншалық жалғыз ба? Немесе мен оған бір нәрсе беріп жатырмын ба? Жылы сөз, көмек, тыңдау. Ол атаның бет әлпетін есіне түсірді. Көзінің айналасындағы терең әжімдер, маңдайындағы ұзын сызықтар, көзілдіріктің ар жағындағы шаршаған, бірақ мейірімді көздер. Бір кезде ата да жас болған шығар, күшті, қайратты, әйелдерге ұнайтын. Мүмкін сол кезде де біреулер оған қарап, жүрегі тез соққан шығар. Ал қазір тек жалғыздық қалған. Осы ойдан кейін тағы бір сезім келді, кінә. Өйткені атаның ұсынысына жоқ деп айту оңай сияқты, бірақ сонымен бірге оның соңғы үмітін сындырғандай болады. Сағат 1-ге таяғанда Аружан әрең тұрды. Ас үйге барып, су ішті. Тоңазытқышты ашып қарады, іші әрең толы. Йогурт, бір жұмыртқа, ауылдан әкелінген құрттың қалдығы. Ертең дүкенге бару керек деп ойлады тағы да. Бірақ ой басқа жақта. Ол қайта диванға жатты. Телефонның экранын қарады, еш хабарлама жоқ. Әлеуметтік желілерді ашып, біраз уақыт скролл жасады. Бірақ ештеңе көңілін аудармады. Ақыры телефонды өшіріп тастады. Түн бойы ұйқысы келмеді. Кейде көзін жұмып жатса, атаның дауысы құлағына естіледі. Кейде көзін ашып жатса, терезедегі әлсіз жарықты көреді. Сұлтан атаның терезесі әлі сөніп үлгермеген. Сағат 4-ке таман әрең ұйықтап кетті, бірақ ұйқысы жеңіл, түсіне ата кіріп, бірдеңе сұрап тұрғандай болды. Бірақ не сұрағанын түсінбеді. Таңертең сағат 7-ге жеткенде телефонның дабылы шықты. Аружан көзін ашты. Басы ауырып, көзі қызарып кеткен. Бірақ бірден есіне түсті, бүгін ата таңертең жауап күтеді деп айтқан. Ол тұрып, бетін суық сумен жуды. Айнаға қарады, беті сұрғылт, көз асты қара. Қандай жауап беремін? Деген ой миынан шықпады. Киініп болған соң, есікке беттеді. Бірақ дәл сол кезде өз пәтерінің есігі қағылды. Баяу, бірақ анық, тоқ. Аружан сағатқа қарады. Сағат 7:25. Ата. Ол есікті ашты. Сұлтан ата тұр. Қолында кішкене термос. Көзілдірігі мұрнының ұшына түсіп тұр, бетіне аздап күлкі үйірілген, бірақ көзінде күту бар. Қызым, шай әкелдім деді, ата жай ғана. Ішіп сөйлесейік. Аружан бір сәт үндемеді. Сосын есікті кең ашып қолын созды. Кіріңіз, ата. Ата баяу ішке кірді. Термосты үстелге қойды. Екеуі үнсіз отырды. Тек термос ішіндегі шайдың ыстық буы ғана көтеріліп, ауаны толтырып жатты. Аружан Сұлтан атаны үстел басына отырғызды. Кішкене ас үй үстелі екеуіне әрең жететін. Бір жағында Аружанның практика күнделігі мен қаламдары шашылып жатыр, екінші жағында атаның қолына ұстаған термос. Ата термос қақпағын баяу ашты. Ішінен қара шайдың ыстық буы көтеріліп, бөлмені тез толтырды. Әдеттегідей қант қосылған, аздап даршын иісі араласқан, атаның өзі қайнататын тәсіл.
Ол екі кесеге құйды, біріншісін Аружанға ұсынды, екіншісін өзіне алды. Қолдары сәл дірілдеп тұрғанын қыз байқады, бірақ ештеңе демеді. Екеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Тек сағаттың шықылдағаны, көшеден келетін алыс көлік гуілі және термос ішіндегі шайдың буының жеңіл ысқырығы ғана естілді. Аружан кесені қолына алды да бір ұрттап көрді. Шай ыстық, бірақ дәмі таныс. Ата әрқашан осылай қайнататын, қатты қант қоспай, бірақ тәттілеу. Ата, кешегі сөзіңіз, деп бастады Аружан, сөзін қалай жалғастырарын білмей тұрып қалды. Дауысы сәл қатты шығып кетті. Сұлтан ата көзін терезеге қарай бұрды. Таңғы күн сәулесі перде арқылы түсіп, оның бетіндегі әжімдерді одан әрі айқындай түсті. Көзілдіріктің ар жағындағы көздері бір сәт ылғалданғандай болды, бірақ ол тез арада өзін ұстады. Мен саған өтірік айтпадым, қызым, деді ата баяу сөздерін таңдап отырып. Барлығы рас. Үй менің жалғыз қалғаным. Балаларым. Екеуі де шетелде. Үлкені Дубайда, кішісі Москвада. Соңғы рет хабарласқанына 1,5 жылдан асты. Телефонға жауап бермейді, WhatsApp'та оқылды белгісі тұрда қалады. Мен оларға ренжімеймін. Өздерінің өмірі бар ғой, жұмысы, балалары, уайымы. Бірақ менде де өмір бар еді. Сол өмірдің соңына қарай тұрмын. Ата кесесін екі қолымен ұстап, бір сәт үнсіз қалды. Сосын жалғастырды, дауысы сәл қаттырақ шықты. Мен жастайымнан жалғыз қалдым. Әйелім қайтыс болғанда 50-ге де толмаған едім. 2 баламен бірге ауылда тұрдым. Кейін қалаға көштім, осы үйді алдым. Балалар өсті, ұшып кетті. Мен осы пәтерде қалдым. Алғашқы жылдары әлі де үміт бар еді, келеді, қонаққа шақырады, немерелерін әкеледі деп ойладым. Кейін үміт өшіп қалды. Қазір тек қорқамын. Жалғыз өліп қалудан қорқамын. Ешкім таппай, ешкім білмей. Кейде түнде сол ойдан ұйқым қашады. Оянсам жүрегім ауырып, демім тарылады. Аружан кесесін үстелге қойды. Жүрегі ауырлап кетті. Ол атаның сөзін тыңдап отырып, өзінің де жалғыздығын сезінді. Астанаға келгелі бері достары азайған, ата-анасы ауылда күнде бір-біріне қоңырау шалғанымен, ол жылу жетіспейтінін сезінетін. Практика, оқу, сабақ дайындау бәрі өз алдына, бірақ кешке үйге келгенде пәтердің тыныштығы кейде қорқынышты болып кететін. Ата, деді ол жай ғана, дауысы жұмсақ шықты. Мен сізді түсінемін. Бірақ кешегі сөзіңіз, ол маған өте ауыр тиді. Ата күліп қойды, бірақ күлкісі мұңлы әрі шаршаған еді. Мен сені ұялтқым келмеді, Аружан жан. Мен тек адамдық жылу іздедім. 68-те болсам да әлі де еркекпін. Дене әлсіреді, аяқ-қол ауырады, бірақ жүрек әлі соғады. Мен сұлулық сұрамадым. Қол ұшын беруді, жылы сөзді, бірге отырып шай ішуді, кешке қалайсың деп сұрауды сұрадым. Бірақ қазіргі заманда оны да тегін айтпайды ғой. Сондықтан үйді қосып айттым. Сен үшін үй маңызды шығар деп ойладым. Ал мен үшін сен маңызды болдың. Аружан көзін төмен түсірді. Атаның сөздері оның ішінде бір нәрсені қозғады. Ол өзін кінәлі сезінді, атаның ұсынысына бірінші реакциясы қашу болғандай. Бірақ сонымен бірге оның жалғыздығын тағы бір рет растап тастағандай сезімде болды. Мен ойланайын, деді Аружан. Бірақ мен сізді ренжіткім келмеймін. Сіз маған өте қымбатсыз. Атадай қымбатсыз. Ата баяу басын изеді. Көзіндегі ылғалды байқап, ол тез көзін сүртті.
Атадай. Сол сөздің өзі жетеді маған. Бірақ мен саған таңдау бергім келді. Егер қаламасаң айт. Мен ренжімеймін. Тек ертең емес, бүгін айтсаң екен. Күткен сайын жүрегім ауырады. Екеуі тағы біраз отырды. Шай суынып қалды, бірақ ешқайсысы қайта құйған жоқ. Аружан атаның қолынан ұстап көргісі келді, бірақ ұялды. Оның орнына жай ғана, рахмет, ата. Шайыңыз үшін, сөзіңіз үшін. Бәрі үшін. Ата тұрды. Көйлегінің жағасын түзетті, көзілдірігін қайтадан мұрнына отырғызды. Мен кетейін. Сен ойлан. Егер шешім қабылдасаң, есігім ашық. Егер қаламасаң да, есігім саған әлі де ашық болады. Ата есікке беттеді. Аружан оны шығарып салды. Подъезде тұрып, атаның баяу қадамдарын қарады. Лифт есігі жабылғанша күтті. Үйге қайтып келгенде үстелде 2 кесе тұр, біреуі ата ішкен, екіншісі толық дерлік ішілмеген. Аружан кесені қолына алды да, ата отырған орындыққа қарап тұрып қалды. Көзінде жас жиналды, бірақ ол төгілмеді. Ол түсінді, бұл шешім тек үй туралы емес. Бұл екеуінің жалғыздығы туралы. Және ол шешімді қабылдау үшін тағы бір күн керек болды. Аружан 3 күн бойы үнсіз жүрді. Мектепте сабақ беріп, оқушылардың дәптерлерін тексеріп, практика жетекшісіне есеп беріп, үйге қайтып келгенде де әдеттегідей өмір сүргендей көрінді. Бірақ іштей бір нәрсе үнемі мазалап тұрды. Сұлтан атаның сөздері, оның көзіндегі үміт пен қорқыныш араласқан қарашығы, термос ішіндегі суыған шайдың иісі, ескі көзілдіріктің ар жағындағы шаршаған, бірақ мейірімді көздер, бәрі миында айналып жүрді. 3-ші күні, жексенбі кешке, ол шешім қабылдады. Бұл шешім оңай болған жоқ. Бірнеше рет телефонды алып, анасына қоңырау шалғым келді. Мама, мен бір нәрсе туралы ойланып жатырмын деп бастағым келді. Бірақ сөз таба алмады. Достарына жазғым келді, бірақ олардың реакциясын елестетіп тоқтап қалды. Соңында барлығын өзі шешуге тура келді. Ол шешімді жүрегімен қабылдады. Сағат 8-ге жуықта Аружан Сұлтан атаның есігін қақты. Іштен баяу қадамдар естілді. Есік ашылғанда ата алдында тұрды, әдеттегідей ақ көйлек, қара шалбар, басында бөрік, көзілдірігі мұрнының ұшына түсіп тұр. Бетіне аздап күлкі үйірілген, бірақ көзінде күту мен қорқыныш араласқан. Кір, қызым, деді ата дауысы сәл қатты шығып. Күтіп едім. Аружан ішке кірді. Пәтер іші таныс иіспен толы, ескі кітаптардың, қағаздың, аздап кепкен шөптің иісі және ата әрқашан қосатын аз ғана лаванда майының иісі. Терезе алдындағы кішкене үстелде ескі газеттер мен радио тұр. Ата диванға отыруға ымдады. Екеуі қарама қарсы отырды. Ата бірінші сөз бастады, айтшы. Ойланып болдың ба? Аружан терең дем алды. Қолдары тізесінде қысылып тұрғанын сезді. Дауысы алғашқы сөздерде сәл дірілдеп кетті, бірақ сөйлеген сайын нықтала түсті. Ата. Мен сізді еркек ретінде риза қыла алмаймын. Мұны айту маған өте ауыр. Себебі сізді ренжіткім келмейді. Бірақ менің жүрегімде сізге басқаша құрмет бар. Сіз маған атадай қымбатсыз. Мен сізді солай қабылдай аламын, ата ретінде, әке ретінде. Ата үндемеді. Тек көзін төмен түсіріп, қолындағы бөріктің шетін саусақтарымен орап жатты. Бір сәт бөлмеде толық тыныштық орнады, тек көшеден келетін алыс шу ғана естілді. Аружан жалғастырды, дауысы жұмсақ әрі шынайы шықты. Мен сізге уәде беремін. Сіз жалғыз қалмайсыз. Мен әр апта сайын келіп тұрамын. Дүкенге бірге барамыз.
Дәрі-дәрмегіңіз таусылса, мен алып келемін. Ауруханаға бару керек болса, апарамын, кезекке тұрып беремін. Телефонды бірге қарап, балаларыңызға, немерелеріңізге хат жазамыз немесе қоңырау шаламыз. Егер қаласаңыз, мен сізді Сұлтан ата деп, кейде әкем деп атаймын. Ал сіз маған қызым, немерем деп айта бересіңіз. Үйіңізді атыма жазудың қажеті жоқ. Ол сіздікі. Бірақ мен сіздің қасыңызда боламын. Қанша уақыт қалсаңыз да. Бөлмеде ұзақ үнсіздік орнады. Тек сағаттың шықылдағаны және атаның баяу тыныс алуы ғана естілді. Сосын ата баяу басын көтерді. Көзінде жас жиналып тұрған, бірақ ол жас ағып түспеді. Ол тек баяу күлді, өте жұмсақ, өте мұңлы, бірақ сонымен бірге жеңілдеген күлкі. Сен менің жүрегімді риза қылдың, Аружан жан, деді ата. Мен саған үйді беремін деп ойлағаным. Ол тек себеп еді. Мен саған жылу іздеп едім. Ал сен маған одан да қымбат нәрсе бердің, немеремнің орнын толтырдың. Ата тұрып, Аружанның иығына қолын қойды. Оның қолы салқын әрі жұқа болды, бірақ сол қолдың салмағы Аружанға өте ауыр әрі жылы тиді. Жарайды, қызым. Келістік. Енді сен менің немеремсің. Ал мен сенің атаң боламын. Қанша уақыт қалса да. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Аружан әр жұма сайын атаның үйіне баратын болды. Кейде бірге базарға барады, ата картоп, сәбіз таңдайды, Аружан сөмкесін көтереді. Кейде ата пісірген құртты жеп, ескі әңгімелерді тыңдайды, ауылдағы күндер, әйелімен өткізген жылдар, балалары кішкентай кездегі оқиғалар. Ата балалары туралы айтқанда Аружан тыңдайды, кейде хат жазайықшы немесе видео қоңырау шалайықшы деп ұсыныс жасайды. Кейде ата жай ғана қане, шай қайнатайық дейді де, екеуі терезе алдында отырып, сырттағы қарды немесе жазғы күнді қарайды. Үй мәселесі шешілген жоқ. Бірақ жалғыздық шешілді. Кейде кешке Аружан өз пәтерінде отырып, атаның терезесінен шығатын жарықты көреді. Сол жарық оған, сен жалғыз емесің деп сыбырлайтын сияқты. Ал ата да сол жарықтың